мұсылмандар кезіндегі болған қиыншылығын ұмытып кеткендіктен де кейін құтырып кетеді екен. Жаңағы жерде мысалы олжаны көріп бір-бірімен таласып отыр. Мен лайықтымын, сен емес, мен лайықтымын деген нәрсе. Соған Тағала түсіндіру үшін айтады, естерің алыңдаршы дейді. Из әнтум қолилун мустадғафун, сендер сандарың аз еді. Жер бетінде әлсіз едіңдер. Меккеде жүрген кездеріңде естерің алыңдаршы дейді. Тахафуна аятахаттафакумун насу. Күніге қауіпті өмір сүретіндер дейді. Абу Жахил жұлып әкетпей ме екен қазір деп. Умайя ибн Халаф алып кетпей ме екен деп. Күніге өмірлерің осындай болған дейді Меккеде. Мен сендерді сол қорқыныштан алып келдім да, фаавакум, Алла Тағала сендерге Мединаға паналатып қойды. Қараңыздар. Ва айядакум бинасри, өзінің жәрдемімен қуаттады. Сондай-ақ сендерді таза нәрселермен ризықтандырды. Лағаллакум ташкурун, бәлкім шүкір етесіңдер деп. Адам өзінің бұрынғы нәрсесін жаңағыдай еске алып отса, құтырып кете алмайды адам. Бұзылып кете алмайды бұл шықты. Анам бәрі жоқ қазір. Олжа, сен кімсің, мен кіммін деген әңгіме отыр ана жерде. Мұсылманның ең әлсіз жері тарих, күллі ислам тарихында мұсылмандардың күйреген жерлердің бәрі бірліктен кеткен кездері. Олардың тахаджудты аз оқығаннан емес ол. Парыздарын бірліктің кеткен жерінде болған. Дүние үшін таласып, бір-бірін сатып, неше түрлі нәрселер істеген жағдайларда күйреген кездер болған. Сол нәрсені істесең, мұсылман адам қай заманда болсын, жәрдемсіз тастай салады, мұсылман болсаң да. Жәрдемсіз тастай салады. Бір-біріңді сүйе алмайсың ба, Құдайды сүйе алмайсың деген сөз. Өйткені Алла Тағала сізді әртүрлі қылып жаратқан. Әртүрлі мінез, ешкім бір күнде өзгермейтін қылып жаратқан. Ана сахабаларды радиаллаху анхум деп біз қандай мәртебеде танимыз да, ол сахабаларды сондай қылып берген пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям тәрбиесімен, Құранмен. Міне, айтады, болды, қазір қатесін мойындап жүріп кетеді, екінші рет қайталамайды оны. Ертең тағы бір қателесуі мүмкін, жағдаят танымағандықтан. Қайтаран аятын сүреді, қайтаран жөнделіп кетеді, екінші рет оны қайталамайды. Бір-біріне деген қарым-қатынастары қандай болған? Рухама үнбайнахум, өзара мейірімді деген нәрселерді.